Бүгін сіздермен қарастыратын тақырыбымыз бұл бөлшек рационал теңсіздіктер. Жалпы онда ең бірінші мынадай бір қарапайым бір есептен шығарудан бастайық. Мысалға x қосылған 4, бұның бөлімінде x қосылған 5, келесі көбейтілген x, бұл кіші 0 болсын. Сонымен енді мына теңсіздікті шығару үшін бұл жерден біз интервалдар әдісін қолдана саламыз. Яғни бұл x-ға қатысты шешілетін болғандықтан бұл міне x деп жазамыз. Ал енді мына сол жағындағы функцияға назар аударсақ, бірінші бұның түбірлерін тауып алайық. Яғни алымы 0-ге тең болатын -4 және -5 және 0 деген сандар жалпы осы функцияның түбірлері болады ғой. Ал бірақта бөлімдері 0-ге тең бола алмайды. Алымы да -4-ке тең бола алмайды. Себебі қатаң түрде 0-ден кіші екен. Демек сонымен онда мына түбірлерін белгілеп шығайық. -5 кірмейді. -4 ол да кірмейді екен, келесі 0 ол да кірмейді. Енді мына берілген аралықта, мына 4 аралықта қазір мына берілген теңсіздіктің таңбасын анықтай саламыз. Мысалға, 0-ден үлкен кез келген бір сан алайық, мысалға 1. 1-ді апарып мына теңсіздіктің сол жағына қоятын болсаңыздар, 1, яғни мынау алымы 5, мынау 6, 1, яғни оңсын шығып тұр. Демек онда бұл кезде таңбасы оң болады екен. Енді -4 пен 0-дің арасынан, мысалға -1-ді апарып қоятын болсақ, алымы оң, бірақ мына екінші көбейткіш теріс екен. Демек онда бұл кездегі таңбасы минус болды. Енді -4,5-ті алатын болсақ, алымында теріс сан, мына бөліміндегі бірінші жақшаның іші оң сан болады да, екіншісі теріс сан шығады. Сонда теріс санның теріс санға қатынасы оң сан болады. Ал енді -6-ны алсақ, алымы теріс, бөлімі оң, онда бұл кезде таңбасы минус болады екен. Бізге керегі қандай? Мына минус болатын аралықтар керек қой, 0-ден кіші деп тұр ғой. Мына теңсіздікті қанағаттандыратын. Демек онда x тиісті минус шексіздіктен -5-ке дейін және бірігу -4-тен 0-ге дейін деген болады екен. Міне мынадай бөлшек рационал теңсіздік келсе, бұны осылай ғана шығара саламыз. Енді келесі екінші есебімізді қарастырайық. Екінші есеп мынадай түрде болсын. x квадрат қосылған 3x бөлінген 49x-тің квадраты қосылған 70x қосу 25, бұл кіші не тең 0 екен. Сонымен бұнда есепті шығару үшін ең бірінші бұны көбейткіштерге жіктеп алудан бастайық. Яғни мен бұны ықшамдайтын болсам, алымынан x-ті шығарып жүрсем, x қосылған 3 болады. Ал енді бұның бөлімін қалай ықшамдаймыз? Яғни мынау назар аударсаңыздар, бұл квадратты функция екен. Яғни бұны толық квадратқа келетін сияқты. Міне 7x-тің квадраты, яғни мынау деп отырғанымыз міне 7x-тің квадраты қосылған 2 еселенген, 7x көбейтілген 5 қосылған 5-тің квадраты деп бұлай жазуымызға болады. Сонда бұл 7x қосылған 5-тің квадратына тең екен. Демек онда бұның бөлімінде міне 7x қосылған 5-тің квадратын жазамыз. Бұл қандай болу керек? Кіші не тең 0 болу керек болған. Ал енді бұл теңсіздікті шығару үшін интервалдар әдісін қолданамыз. 0 және -3 және -7-ден 5 деген сандар, яғни мына берілген әрбір функциялардың түбірлері болады ғой. Олай болса ең бірінші 0-ден бастайық. 0 ол алымында тұрғандықтан 0 кіреді, яғни 0-ді бояймыз. Келесі -3, бұны да бояймыз. -3. Ал енді келесі назар аударсаңыздар, 7x қосылған 5-ті 0-ге теңестірсеңіздер, жалпы бұның түбірі -7-ден 5-ке тең ғой. Яғни ол -3-тен үлкен 0-ден кіші болса, онда -3-ті сәл мына жаққа жылжытайын. -3, онда мынау -5 бөлінген 7 болады. Яғни бұл боялмайды, ашық қалдырамыз. Себебі бөлімі 0-ге тең бола алмайды ғой. x дегеніміз -7-ден 5-ке тең бола алмайды, сондықтан бұны боямайсыздар. Келесі, енді таңбасын анықтайық. 0-ден үлкен кез келген санды алсақ, мысалға 1. Алымы оң, бөлімі оң, демек бұл кезде таңбасы плюс болады екен. Енді келесі, мына аралықтан қандай санды алсақ болады? Және де бір назар аударатындарыңыз, -7-ден 5. Бұдан үлкен болатын санды аласыздар ғой. Мысалға, бұны қазір есептейік. Жуықтап алатын болсақ, мына 5-ті 7-ге бөлген кезде бізде қанша шығады? Мұнда жазып қояйын. -5 бөлінген 7, бұл шамамен жуықтасақ 0,71 ғой. Ал енді біз қазір енді мына аралықта таңбасын анықтау үшін
минус 0,1 деген санды алайық. Минус 0,1-ді апарып қойсақ, алымы оң екен. Міне мына екінші жақша оң, біріншісі теріс, яғни теріс санды оң санға көбейтсек, алымы міне мұнда жазайын. Біз қазір x тең минус 0,1 деген санды алып тексеріп отырмыз. Сонда міне бірінші мынау минус болады таңбасы, келесі плюс, бөлімі плюс. Демек онда міне теріс санды оң санға бөлсек теріс санды оң санға бөлсек теріс сан шығады екен. Демек егер x дегеніміз минус 0,1-ге тең болса, онда бұның таңбасы минус болады екен. Ал енді келесі минус 2 деген санды алайық. Минус 2 деген санды алсақ, бірінші алымы теріс, бөлімі оң. Бұл кезде де таңбасы минус екен. Сонда бір назар аударатындарыңыз, жалпы әдетте біз мынадай теңсіздіктерді шығарған кезде таңбасы алма кезегі ауысады ғой, плюс, минус деп. Бірақ та бұның бөлімінде немесе алымында қандай да бір квадрат тұратын болса, мысалы ax қосылған b-ның квадраты тұрса, онда сол квадраттың екі жағында таңбалары бірдей болады екен. Яғни міне минус, онда бұл кезде де минус. Енді келесі минус 3-тен кіші болатын бір санды алайық. Мысалға минус 4. Минус 4-ті апарып біріншіге қойсаңыздар минус, келесі де минус, ал бірақ бөлім әрдайым оң сан шығады, себебі квадрат бар ғой міне. Демек онда бұл кезде таңбасы плюс екен. Бізге керегі мына теріс аралығы ғой. Минус таңбасы теріс болатын аралық. Демек x тиісті минус 3 дегеніміз кірет, ол тік жақша болады. Минус 3-тен минус 7-ден 5-ке дейін, келесі бірігу минус 7-ден 5-тен 0-ге дейін деген болады екен. Сонымен міне мына берілген екінші теңсіздіктің жауабын таптық. Енді келесі сіздердің өздеріңізге орындауға бір тапсырма берейін. Яғни мынаны үй жұмысы ретінде қарастырсаңыздар болады. Яғни мында міне 3 бөлшек рационал теңсіздік берілген, оң жағында жауаптар берілген. Осыны өздеріңіз орындап көріңіздер.